Сәлем достар, армысыздар, құрметті менің тыңдармандарым. Бүгінгі мына бір жаңа әңгімені мынадай бір өлең жолдарынан бастағым келіп отыр. Өлең жолдары емес, әннен тура айтқанда. Алғашқы махаббат жүректі тербейді, мәңгілік бақ қосым қоштасқым келмейді, қоштасқым келмейді деп әңгімені бастайық. Әңгіме ұнап жатса лайк басып пікір қалдыра кетсеңіздер. Шолпан класстастарымен болатын 30 жылдыққа ұзақ дайындалды. Мектеп бітірген соң студент атанды. Екінші курста жүргенде ақ тұрмыс құрған соң класстастарын көру қайда. Одан бері арада біраз жыл өтіп кетіпті. Қызылордаға тұрмысқа шыққалы жыл сайын төркіндеп Оралға келіп кетіп жүргені болмаса, шалғайдағы ауылына ат ізін салмапты. Оған да себеп жоқ емес. Сонау жылдар класстасы Мейрамбекпен ел аузында қалған махаббат хикаясы себеп еді. Күйеуі бар жайдан хабардар болған соң, ауыл жағына ол ретсіз аяқ баспағанды. 1990 жылдың мамыр айы қыз жігіттер мектеп бітіру кешінен соң ауыл сыртына шығып, от жағып ойнап күліп, таң біліне әзер тарасқан еді. Бәрінің ішінде өз арман мақсаттары бар. Бірі Алматы асып кетпесе, бірі Оралды мүсе тұтты. Әйтеуір бәрінде бір ой, бір мақсат. Арман арқалап жан жаққа тарасқан класстастарының тағдырлары сан қилы өрбіді. Кейін ауылда қалғандары қалып, арман қуып, оқуға құмартқандар қала қарай алды. Солардың арасында Шолпан да бар еді. Мақсаты мұғалім болу. Шет тілі факультетіне оңай түсті. Ауылдық жер болғанымен неміс тілін білікті мұғалімнің арқасында оңай меңгерген еді. Оқуы да басталды. Қарапайым ауыл қызының қаланың қым-қуыт тірлігіне үйрену оңай болмады. Барынша тырысып жүр. Оның үстіне бала кезден қол ұстасып келе жатқан ғашығы Мейрамбегінің ауылда қалғаны еді. Хаттар толастамай екі араны жол қылды. Әйтеуір арасында каникулда ғана сағынысып көрісетін. Келер жылы жолы болып Мейрамбек те қалаға келіп жетті. Ауыл шаруашылығы институтына оқуға қабылданды. Осылайша қос ғашық қалада қайта табысты. Қалаға ерте келгенін пайдаланып, Шолпан оған қаланы аралатып, үнемі қол ұстасып бірге жүрді. Жатақханалары алыс емес, жиі көрісіп, бас қосады. Сезімнің жетегінде еріп жүр. Сөйтіп жүргенде Шолпанның аяғы ауырлады. Оны естіп енді ғана оқуға келген Мейрамбек қатты састы. Үйіне айтып еді, онсыз да ауылға аты шыққан адуын шешесі көңілі байдың қызын алмаймын деп кергіді. Оны естіген Шолпанның анасы есінен танды. Ауыл арасында әңгіме жата ма? Лезде тарап кетті. Күн санап бала өсіп келеді. Мейрамбек үнсіз. Анасының сөзінен аттай алмағанға ұқсайды. Ақыры Шолпан өзіне ғана сену керек болды. Ол заман үйде жүріп жүкті болып, оң жақта босану сирек кездесетін жайт еді. Мейрамбек келуін сирете берді. Қимаса да қол аяғы байлаулы жандай жөні жығылып қалды. Мен оны сүйем, қалайда үйленем деп отбасына қарсы тұра алмады. Соңғы келгенде ол, жаспыз ғой, баланы алдырсан қайтеді. Не деп тұрсың, оның не? Сосын түк болмағандай араласа береміз бе? Енді мен саған сеніп ем, ал сен? Шолпан, тоқташы. Қошы бар, бәрібір анаң қарсы екен. Кейін үйлендіре қояды дейсің бе? Болды, енді келме. Шолпан сабағынан қалмайды, бірақ көңілсіз. Күн санап іші де білінетін. Ойласа, үй құсы ашылатын. Көңілінің қошы болмай жүргенін байқаған топтасы Бауыржан: Шолпан, бір жерің ауыр жүрме? Жоқ, аяғым ауыр. Не? Шолпан Бауыржаннан ештеңе жасырмады. Бірінші курстан бері бір топта, бір партада бірге келе жатқан Бауыржанның өзіне көңіл бар. Бұрыннан аңғаратын. Ол да оның Мейрамбекті сүйетінен хабардар еді. Жігітің не дейді? Үнсіз, анасы қарсы болыпты. Баланы алдыр дейді. Ал мен алдырғым келмейді. Өз анам әкең келсе екеумізді де тірідей өлтіреді деп зәре құты қалмай отыр. Не істерімді білмеймін. Бауыржан аз кем ойланды да: маған тұрмысқа шық, өз баламды өсірем. Оның не? Олай болмайды. Ештеңесі жоқ. Әлі дүниеге келмеген сәби ғой. Менің балам деп айтамыз. Қызылордада әжем де бар. Бұл баланы көптеп өсіреміз.
Шолпанның да ойланатын жағдайы бар ма? Аз күн ойланды да келісті. 7 қараша мереке пайдаланып, олар жолға аттанды. Бауыржан Шолпанды жетектеп Қызылордаға тартып отырды. Жалағашқа жетісімен үйіне хабаршы жіберіп, келінді алып қашып келдім деп бірақ түсірді. Аяқ астынан келген келінді бәрі қуана қарсы алды. Бауыржан өсіп өнген үлкен отбасы болып шықты. Жас келін бірден қос ененің қолына тап болды. Бауыржан әжесінің қолында тәрбиеленген екен. Үлкен енесі жасы үлкен болғанмен өте тың еді. Келіннің ақ орамалын тағып, шашуын шашып қатты қуанды. Өз енесі мұғалім, қайнатасы дәрігер екен. Бауыржан баланың алды болғанмен әжесінің баласы етіп өсіріпті. Бет ашарды жасап, некеге тұруға арыз беріп, бір аптадан соң кейін қарай Оралға келді. Шолпанның үй ішіне де құдалар жағы алдарынан өтіп кешірімге келді. Шолпанның анасының да көңілі жайланды. Ауылдың гүгу әңгімесі тағы бір өрбіп басылды. Бұл жаңалық Мейрамбектің да құлағына жетті. Ол естіген бойда Шолпанға келді. Шолпан, бұл не естігенің? Өтірік деш? Өтірік емес, енді аулақ жүр. Мен кеуім бар келіншекпін. Жоқ, олай емес, олай демеш. Мен сені сүйем ғой, қалай ғана мені тастап кеттің? Енді не істеуім керек еді? Тірідей баламды өлтіріп, алаңсыз жүруім керек бет? Обалыңа, анаңа бізді қоспаған сол кісі. Енді келме, кет. Шолпан жастықпен ауыр-ауыр сөздер айтып, өз күнәсі болған соң Мейрамбек Шолпанға қайта айналып келе берді. Институт алдына келіп, екеуін сырттай бақылап қарап тұратын. Шолпанға да бұл ауыр өте тиді. Әйтеуір жүктілігі жөнінде мәселесі шешілгеніне риза. Әйтпесе Мейрамбекке деген реніші басым болғанмен сезімі де бар еді. Бауыржан жатақханадан кетіп, Шолпан екеуіне пәтер қарастырды. Ондағы ойы екеуі екі бөлек жүргісі келмеді. Пәтер де табылып, бөлек те шықты. Шолпанның әке шешесіне кеу балаларды да ұнады. Анасы оңашады. Қызым, Бауыржан жақсы секілді. Дұрыс тұр. Қалайда сол үйге сый. Екінің біреудің баласын бауырына баспайды. Жақсылығын біл. Ана Мейрамбегінен аулақ жүр деп қайталай берді. Ана байқұс бәрінің оң шешілген үшін қуанып жүр. Әйтпегенде қатал кеуден сазайын тартатындай еді. Шолпан қысқы семестрді аяқтап, Бауыржан екеуі ауылдарына келді. Ауылдың тірлігі, әйтеуір шаруаға кішкентайынан төселген Шолпан үшін қиынға соқпады. Үлкен енесі құрақ ұшып дастархан басында. Балам, абайла, ауыр көтерме. Иә, же көтермеймін. Әже, шайды ысып әкелейін бе? Жоқ қарағым, жарайды. Менің шөберем аман сау туылса, ана жаққа аттанып кетсем де ризамын. Оныңыз не? Әлі талай шөбере көрмейсіз бе? Шолпанның өзінің жүктілігі жайлы сөз бола қалса қипақтап қалатын. Өзінен 2 жас кіші қайын сіңлісімен құрбыларша жақын сөйлесетін. Ол да жеңешелеп жанынан шықпайтын. Әйтеуір демалыстары бітіп, олар Оралға оралды. Баяғыша сабағына қатысып, Бауыржан екеуі бірге барып, бірге келеді. Бұрынғыша Мейрамбекті көрмейтін болды. Таныстары оның оқуды тастап кеткенін айтты. Шолпан оны естіп бір түрлі күйге түсті. Анасынан шет жағасын сұрастырып көріп еді. Оны қайтесің, қызым? Ұзын құлақ оны анасына ренжіп, мені сүйгенмен қоса баламнан да айырдыңдар деп оқуын тастап дейді. Дұрыс болмаған екен. Қызым, қайтесің? Басыңды дауға қалдырып кеткен адамды несіне сұрайсың? Одан да күйеуіңді ойла. Бабын тап, біреудің баласын қабылдап, анашым қойшы болар. Мен Бауыржанға мен ала көр дегенім жоқ, өз ұсыныс жасады. Кергейтін ештеңеңде жоқ, дымыңды шығарма. Ажырасып кетер болсаң, әкең қабылдамайды, есіңде болсын. Шолпан анасына іштер ренжитін. Бірдеңе болса ескертуді ғана білет. Мені қорғай алмады деп ойлайтын. Бауыржан қосымша қара жұмысқа тұрды. Ондағысы кейін балалар болса, пәтердің де ақысы бар, ақша керек деп ойлаған еді. Кейде ақшадан қысылғанда өзі саябаққа жаяу келсе де, Шолпанды автобуспен жүретін, бірақ өзі жаяу жүретін. Сондай бір күні институтқа күйеуінен ертерек келген Шолпанның қақ алдынан Мейрамбек шыға келді. Азып, тозып, бұрынғы көрікті түрінен ештеңе қалмапты. Ашы судан ұрттап алғанға ұқсайды. Жаным, қалайсың? Қайдан жүрсің? Кет. Не қорқасың? Күйеуін көріп қалады дейсің бе? Неге келдің? Саған келдім. Менің өмірім өмір емес. Мен бар қымбат адамдарынан айырылдым. Менде енді өмір жоқ. Оның не? Оқуыңды неге тастадың?
Маған сен болмасаң оқудың да өмірдің де не керегі бар? Мен кеттім. Жоқ, тоқта. Мейрамбек Шолпанның қолынан шап беріп ұстағаны сол еді. Қайдан шыққаны белгісіз жандарына Бауыржан жетіп келді. Тарт қолымды. Енді Шолпанның маңына да жолаушы болма. Мейрамбек не десін? Дейті не қалды? Үнсіз бұрылып бас салбырап кете барды. Бауыржан Шолпанға жақтырмай бір қарады да үнсіз алдыға түсіп кетті. Шолпан да күйеуінің соңына ерді. Аудиторияға келді. Сол күні екеуі бір партада отырып, бір-біріне ләм-мим демеді. Шолпан күйеуінің көңіліне жақпай қалған, әңгіменің неден бастарын білмей қипақтап отыр. Сабақ бойы үнсіз олар үйге де сөйлемей жетті. Бауыржан, мен Мейрамбекті байқаусызда кездестірдім. Ештеңе сөйлеспедік. Жә, болар, енді маңына жолатпа. Көп ұзамай көрмейтін де болармыз. Қалай? Осы семестрді аяқтасаң, сенің де күнің жақындайды. Қызылорданың институтына ауыссақ деймін. Әйтпесе бала болса, оған қарасатында адамның реті жоқ. Оқуың не болады дегендей. Жақсы. Шолпан Оралдан кеткісі келмесе де, амалсыз келісті. Бастысы баласын аман сау босанып, оқуын тастап кетпей жалғастыратын мүмкіндігі маңызды еді. Бір жағынан студенттерде не күй болсын? Қызылордада ата-ене жақын отырса, көмектерін болатында болжап тұр. Аман есен семестрді ойдағыдай аяқтап, сессияны жауып, ауысу мәселесін қарастырып, олар ауылдарына келді. Жалағашқа келген соң көп ұзамай Шолпан босанып, ұл бала дүниеге келді. Бүкіл әулет қуанып барын салды. Үйге келген сәби бәрін қуанышқа бөліп қана қоймай, келіннің де мәртебесін өсірді. Әжесі оған Жанарыс деп есім берді. Бауыржан ұл болғаны ерекше қуанды. Жанынан шықпай қалғанын көрген әжесі жаманның балашығын, қане шөберемді қолыма бер, көздерің өтеді деп бұларды көп жолатпайды. Бәрі ойланғандай өріліп, арада 3 ай каникул өткен соң, олар екеуі Қызылордадағы институттың студенттері болып шыға келді. 3 айлық баланы қарасуға ауылдан әжесі де ере келді. Шолпандардан бөлек жалдаған үйде қайнынысы мен қайынсіңлісі бар еді. Бәрі жабылып, сәбиді қарасады. Сөйтіп жүргенде Шолпан ойламаған жерден екінші сәбиін көтерді. Оны естіген енесі, ана кемпірді өлтіресіңдер, осыны босансаң сырттайға ауысып ауылға кел деп кесіп айтты. Тіпті келіннің пікірін білуге де талпынбады. Бауыржан анасына қарсы келмеді. Шолпан көнбегенде қайда барсын? Арада уақыт зырлап 3-ші курсты аяқтаған соң жазғы каникулда ол қызын дүниеге алып келді. Енесі айтқандай сырттайға да ауысты. Бауыржан өзі іні қарындастарымен бірге тұрды. Өзі жас босанған Шолпан үшін күйеуінен бөлек ата-ане мен 2 ененің бабын жасап ауылды 2 баланы бағып, таңын атырып, күнін батырып жатқанды іштей налайтын. Бір келгенде Бауыржанға айтып көрбеді. Сәлшіді, келесі қыркүйек жаныма алам деп жұбатады. Әйтеуір кішкене қолы қалт етсе келіншегіне асыққан Бауыржан келген сайын сыйлықтан кенде қылмайтын. Баласының келіншегіне бөлген көңілін шешесі қызғанып қалатын. Еркек адам ойлай ұстай болады. Әр келген сайын ақшасын шығындатпай айтсаңшы, одан да үнемдесін. Жақсы апа, айтармын. Ол үйде үлкен енесі болған соң, өз енесін Бауыржанға еріп апа дейтін. Бауыр, сен маған келген сайын бірдеңе әкелмес, ұят қой. Келесіде анаң мен әжеңе бірдеңе әкел. Не болды? Сендерді сағынып кетем. Жалғыз жүріп жалғып кеттім. Екеуміз 1-ші курстан бір партада отырып қалған, жалғызсырап жүрмін. Реті болса сені жаныма алып кеткім ақ келеді. Ол жақын келіп келіншегін құшақтады. Мен де сенімен бірге болғым келеді. Бірақ үлкендерден қайдан аттап кете аламыз? Осы жүргенде әзер жүрмін. Қысқы сессияға екеуі бірдей барды. Жандарына қыздары балаусаны ала кеткенмен Жанарысты әжелеріне қалдырды. Шолпан сабаққа кеткенде Бауыржан үйде қалады. Шолпан келсе Бауыржан институтқа кетеді. Шолпан сессиясы біткен соң да күйеуінің жанында қалғысы келіп 4 күнге кешігіп барып ауылына қайтты. Қабағы түйіле қарсы алған енесі: "Иә, келдің бе? Байыңның қасынан шықпай қалдың ғой. Келмейме деп ойлағанбыз." "Жә, өзің жас болмадың ба? Оның не? Қайта жастарды айырмай күйеуінің жанына жіберу керек." "Ой апа, сіз де айтасыз, бәрімізде академиялық демалыс алып отырғанбыз баламен. Сенің заманың мен жастардың заманы бөлек. Қайта келін жарады." Шолпан үнсіз шаруасына кірісті. Жанарысты үлкен әжесі жанына алып жатады. Түн баласы қайта-қайта оянып, жасы үлкен, әр өзіне де күтім керек қарт ананың тоңқаңдап бала тосып жүргенін көріп Шолпан: "Әже, сізге қиын ғой. Жанарысты мен жаныма алып қарайын.
түнде сізге қиын секілді. Балам-ау, екеуіне сен қайдан қарайсың? Ана енең де бір мектепке түнеуге бар. Баланы қарасса да болар еді. Жасың оған қарағанда. Ана кішкентайдың өзі тым мазасыз. Сені аяп жүрмін ғой, құлыным, деді. Одан Шолпан әжесінің жанына 2 баласымен жататын шығарды. Таңертең тұрғаннан қоюлап шайын беріп, үлкен кісінің бір айтқан әңгімесін бірнеше рет қайталап айтып жатса да тыңдап жанында Шолпан отыратын. Әйтеуір Бауыржаннан бөлек жүрген 9 айтты өткізуді. Келер оқу жылы Бауыржан: әке, мен жаныма Шолпанды алып кетсем деймін. Балалармен бірге ең болмаса, мен сабақтан келгенде алдымнан асымды дайындап отырса да, деп күлімжілді. Әрине ұлым, сөйтсең сөйт. Онсыз да бір жыл отырды. Бөпесте қатайды. Енді жаның ал. Болса да сыртта емес пе? Күн ұзақ қалада қақшиып отырып не қылады? Сөзге енесі араласты. Өзінің сөзін бөліп араласқанына жақтырмаған күйеуі қабағын түйіп әйеліне бір қарады. Нұрдана: жай әжесіне қарай ма деп, келін болғанда да қарап жатырмыз ғой. Сөз бітті дегендей ишарамен атасы орнынан тұрып кетті. Жүзін қуаныш торлаған Бауыржан қуақылана Шолпанға қарап қояды оңашада: жаным, сені жаныма алып кетем, енді бірге боламыз. Ертесі енесі Шолпанға: әжелеріңді ала кетіңдер, дейді қалжыңдағысып. Кешкі шайды Шолпан: әже, сіз де бізбен жүріңіз. Шолпан: дұрыс айтады, әже, сен де өзімізбен алып кетеміз. Мені жылы орымнан қозғап қайтесіңдер. Барыңыз, келіңіз қарайды, шөберелеріңізді қарасыз. Сөзге Нұрдан араласты. Ақыры үлкен енелері балалармен бірге қалаға келді. Бірақ көп болмай кері қайтты. Бауыржан күндіз сабақта, алдан 2 баласымен Шолпан қарсы алады. Бірде бар, бірде жоқ студенттердің қоңыр тіршілігі жалғаса берді. Ұл мен қызға алданған олар ақырындап алға жылжыды. Бұл аралықта Шолпанның әкесі дүниеден өтті. Жағдайлары болмай жұмыстың да жоқ кезі. Әкесінің жылынан соң анасы балаларын алып, аудан орталығына көшіп келді. Әйтеуір арасында хат жазып, жағдайларын біліп тұрды. Әкесінің садақасына барғанда сіңілісінен Мейрамбектің жайын сұрап көріп еді. Ауылда жоқ екенін, әскерде екенін естіді. Сөйтіп жүріп Шолпан мен Бауыржан дипломдарына да қолға жеткізді. Бұл кезде Жанарыс 3-ке келсе, балауса 2-ге таяды. Олар ауылдарына жас маман болып оралды. Мектепке жұмысқа тұрды. Бәрі ойдағыларындай. Шолпанның қолдарына түбегейлі келгенде бәрінен бұрын әжесі уанды. Арада жарты жыл өте Бауыржанның інісі үйленді. Үйге жаңа келін түсті. Келген жаңа келін енесіне бірден ұнады. Бұрыннан Шолпанды жақтыра қоймаған ол, енді үлкен келінге бұрындағыдан да бетер шүйлікті. Кіші келінге Шолпанды тілге тиек етіп айтуы жиіледі. Әрісінен мін тауып, күйеуін ерттеп мініп алған, қолынан түк келмейдіге санап әйтеуір кемсітуді білді. Оны кіші келін айна қатесіз Шолпанға жеткізетін. Қанша дегенмен Шолпан да ет пен сүйектен жарылған пенде ғой. Келінге білдірмегенмен оңашада ренжіп жылап алатын. Кеше түстен келіннің тіпті өзі түспей тұрғанда, болған жағдайларға дейін баяғыда сіз сөйтіпсіз ғой деп айта бастағанда барып Шолпан бойын одан аулақ сала бастады. Көңілін түсіретін нәрселер айтып қалама деп келіннен безді. Оңашада күйеуіне айтып көріп еді. Шолпан, сен үлкенсің, әрі ақылдысың. Ол жаңа түскен келін. Ененің алдында жақсы болуға тырысатын шығар. Сені бәрі жақсы көріп, өзі елеусіз қалатындай қорқатында шығар. Сен елеме. Уақыт өте ол да есейеді, қояды. Сенің жаман келін емес екеніңді кейін бәрі білетін болады деп жұбататын. Шолпан әйтеуір жұмыста жақсы жағынан көзге түсті. Оның үстінде бұрындағыдай емес, ауыл адамдарымен жақын таныс бола бастады. Бірақ өзге ауыл тұрғындарынан сен басқаша екенсің ғой деген таңғалыстар байқады. Оны кейін білді. Сөйтсе ауылға оның жаман атын енесі баяғыда шығарып қойған екен. Бірақ шындық жата ма? Ел бәрібір кімнің кім екенін ақырында біле бастады. Солай жүргенде Шолпанның аяғы тағы ауырлады. Декреттік демалысқа шықты. Уақыты жетіп тағы қызды болды. Балаусаға ұқсатып атасы Балдәурен деп есім берді. Шолпан кішкентайымен тағы да үйде отырды. Келін күн ұзақ жұмыста. Келсе дайын асты ішіп бөлмесіне кіріп кететін. 2 балаға жаңа туған сәби қосылды. Шолпан біресе кір жуып, біресе ас дайындап, тіпті кей кезде үлгермейді қалатын. Бірде кішкентайын емізіп отырып, көз ілініп кетіпті, тарсылдан оянды. Осы үйде әйел жоқ. Үйде жатып тек ұйықтауға ғана
келеді. Шолпан орнынан атып тұрды. Орамалын жөндеп, ас үйге қарай жүгірді. Ыдыстарды тарсылдатып кешкі асқа ет жуып жатқан енесі: "Сенікі бітпейтін не ұйқы? Түнімен қыз ұйықтамайды. Көзім ілініп кетіпті. Әйел деген бәрін үлгеру керек. Қолымнан келгенше үлгеруге тырысып жатырмын. Шерайтын уақытың жетті емес пе?" Шолпанның көзінен ыстық жас атып кетті. Әлі қырқынан шықпаған сәби бар. Оның үстіне төркініне бармағалы да 2-ші жыл. Әйелдің жылауық кез емес пе? Жылап жіберді. "Ұмытпасаңыз, менен де басқа бұл үйде келін бар. Тілің шығайын депті, ұнамаса кет. Ешкім ұстап отырған жоқ сені. Айнагүлмен несіне санасасың? Ол ақша тауып жүр. Әділетсіз. Осы үйге келгелі бір жақын тартып жылы қараған емессіз. Айнагүлде мен секілді келін. Жұмыстан келген соң үй тірлігіне көмектесуі тиіс. Менің баламмен жағаласып жүріп, жасаған тамағымды ішіп, ыдысты жумай бөлмесіне кіріп жатып алады. Мықты болсаңыз, соны жөндеңіз. Келгелі бетіңізге жел болып тимедім, бірақ шындықты біліп қойыңыз. Ол менің мына сенің жеп отырған тамағының ақшасын әкеліп жатыр. Ол қолындағы табақты үстел үстіне тарс еткізіп лақтырып жіберді. Мен үшін жұмыс жасамай қойсын. Бізді асыраса, күйеуім асырап жатыр. Артық кетпеңіз." Шыдамның шегіне жеткен Шолпан ойдағысын бәрін лақ еткізді. "Бәрін тең көріңіз. Бауыржанда балаңыз емес пе? Мені бүкіл ауылға жамандап, өркітіп қойыпсыз. Қай жерге барсам да сенің енің өткенде солай деп отыр деген сөзден шаршадым." Шолпан баласы жылаған соң бөлмесіне кетті. Келіндерінің ауа райы өзгеріп, ала-мысықтың араларына өткенін сезген үлкен ене: "Нұрдана, болар енді. Сен ақылың бар, үлкен енем емессің бе? Сен келін болмадың ба? Ол да біреудің сенің қызың секілді баласы. Оған сенің еңбегің сіңді. Ата-анасы қолынан келгенше оқытып тәрбиелеп жеткізді. Оған сын айтуға сенің қандай хақың бар? Сені келін болғанды осылай басынып, жекіп, кемістіп педім? Әлде сенің кемшілігің жоқ болды ма?" Бір күн ұрыстың 40 күн кесірі бар дегендей, енесі бірнеше күн сөйлеспеді. Болған жайды Шолпан күйеуіне жеткізді. Ол да үндемеді. Бірақ ер адам емес пе? Жары мен анасының түсініспей келіспеуіне көңілі қайдан түспесін. Ол да томаға тұйық күйгенді. "Менің анамды сыйлағаныңды қалаймын. Басқа сенен ештеңе сұрамаймын. Ол үлкен кісі. Не десе де сен екеуміз оны өзгерте алмаймыз. Мені де түсінсе деймін. Жалғыз маған бар шаруаны артып қоюлар дұрыс емес. Көріп отырсың, әжем де бұрындағыдай емес. Жанында отырып бабын жасағанды қалайды. Суға да мен түсіріп жүрмін. Кейде аяқ қолын көрмей барар жеріне жетектеп апарам. 3 бала, балдәурен әлі 40-нан шықпады. Бәрін көріп тұрып, бірдеңе үлгермесе қабақтары түйіледі. Мен сені түсініп отырмын. Шыда, ертең ақ бәрі артта қалады." Шолпан сол баяғы қоңыр тірлігімен жүре берді. Бауыржанның тыныштығын ойлады. Іштей балам қатайса менің де шаруам жеңілденер деген сөзін өз-өзін жұбатты. Жаңа жыл мерекесі жақындады. Өз анасы қалаға көшіп келіпті. Соны сылтау етіп: "Қызым-ау, келмеген 2-ші жыл кетті. Келіп кетсеңші, күйеу балаға айтып көр" деп қол қалады. Ана ғой, қызын сағынған болар. Шолпан Бауыржанға айтып көріп еді, ол бірден келісті. Жолға дайындалды. Әкесі барыңдар дегенмен енесі үнсіз қалды. Жақтырмағанын Бауыржан аңғарса да елемеді. Жолға жиналды. Енесі: "3 баланы бірде алып кетпей, екеуін қалдырып кет. Нағашыларыңа апарғым келеді. Мұнда оларды қарайтын адам жоқ қой. Әжесі бар емес пе? Әжесінің өзіне қарайтын адам керек, алып кетеміз." Бұл жолы келіншегінің сөзіне Бауыржан да қосылды. Солай олар жолға шықты. Қыстың көзі қырауда. 3 баламен пойызбен Оралға да артынып тартынып жетті. Анасы мен бауырлары құрақ ашып қарсы алды. Бұрынғы топтастары қонақ етті. Көңілді күндері зырғи берді. Шолпанның санаулы күндері тез ақ зымырап өте шықты. Кейін қайтатын уақыттарды келіп жетті. Кері қарай елдеріне оралды. Үйге келсе есіктен шашылған зат төрге дейін жайылып кетіпті. Келін мен ене жұмыста. Тіпті әжелерінің уақытында тамағы да берілмегеніне ұқсайды. Атасы көбіне түзде болған соң байқамайтынды секілді. Қайын сіңлісі қалада. Үйленген қайнынысы жұмыста. Үй қараусыз болғандай. Берекесі кеткен үйді көріп ер адам басымен Бауыржанда айналаға шоши қарады. Бірақ үндемеді. Шолпан келе үй жинап, айналаны реттеп жатқанда Айнагүл мен енесі де жұмыстан келді. Ошақ үстіне қарап, қазан көрінбеген соң келіні: "Әлі тамақта дайын емес пе? Менің келгенім жаңа, шашылған үйді реттеп жатырмын. Үй болған соң шашылады да, әуелі тамақ пісірмедіңіз бе? Жұмыстан өлейін деп келдік.
Шолпан бірдеңе деуге оқталып еді, Бауыржан тоқта деп ишара берді. Айнагүл, сен осы үйде кіші келінсің. Шолпан екеуің міндеттерің бір, бірақ ол қайнағаңның әйелі. Сенен жол үлкен. Сен оны мен тұрған жерде сыйлауың керек. Әркімнің орны бар. Тамақ дайын болмаса, сен де келінсің. Сырттан келдің бе? Үнсіз тамағыңды дайындауға кірісіп кет. Неге келе тамағы жоқ па деп сұрайсың? Сен оның абысын емес, ажыны емессің бе? Жолың кіші. Шолпаннан бір талап етсе, енесі айтуына құқылы. Сенікі артық. Ұят болады. Осы бастан ретін біліп үйренуің керек. Айнагүлге қайнағаның қадай атқан сөздері ұнамады. Білем, қасын қиқаң еткізде білмесіне кетті. Бұл сөзді ене деп естіп тұрған еді. Бауыржан кетісімен Шолпанға төркінге апарып баламыздың миына керегіңді құйған секілдісің. Шолпан одан ары бірдеңе десе ушығып кететінін сезіп тілін тістеді. Бірақ бұл жайттан кейін де Айнагүл өзгермеді. Сол о бастағы қалыбымен кетті. Ауа райды аңғарып, шет жағасын көрініп, сезіп жүрген Бауыржан ойлана келе: әке, біз бөлек кетсек деймін. Енді қолдарыңда кіші ұлдарың бар, менің де 3 балам бар. Өз алдыма отау болатын уақытым келді. Қалаға кетсем деймін. Жағдай қиын білем, бірақ әркім жеке өмір сүріп те үйрену керек. Бірге туғанмен өмір бойы бірге тұрмаймыз ғой. Басында қиындық көрерміз, кейін оңалармыз. Қалай ойлайсыз? Әкесі дегенше Нұрдана жұлып алғандай: иә, қарқыларсыңдар. Тышқандай баламен қайда барасыңдар? Келіншек отырады, ертең 3 баланы бағып отырмын деп саған аузын ашып: апа, не дегенмен де бөлек кетер уақытымыз жетті. Қайта жібергеніңіз дұрыс болса да, Шолпанды жақтырмайсыз ғой. Ол сөзіңіз соңын қалжындағандай етті. Сен араласпа. Әкесі көп сөйлемейтін, көп ойланып бір кесетін әдетімен. Дұрыс айтуың, барсаңдар барыңдар. Қашанғы отырасыңдар? Шолпанның да еңбегі сіңді. Қорадағы малдан сатып үй алуыңа көмектесемін. Ауылға тұрсын онда. Нұрдананың көңілі тыншымады. Жан таласа. Ана сәбиттер үйін сатпақшы, суын алсын. Әйеліне жақтырмай бір қарап алып тоқтырған: қайда тұруды өздерің шешіңдер. Бауыржан қуанып кетті. Шолпанға келіп айтып, оны құшақтай алды. Өз алдымызға үй болатын уақыт жетті. Жанарысы да өсіп қалды. Ауылда не көріп өседі? Қалада мүмкіндік көп дегендей. Иә, әжемді қайтеміз, өзімізбен алып кетсек қайтеді? Мұнда обал қараусыз. Иә, оны көрерміз. Әуелі өзіміз барып орналасып алайық, кейін алып кетерміз. Бұлардың көшу жайлы ойларын естіген бойда Айнагүл аттай тулады. Оңашада кеуіне: ана Шолпанның арамын қарашы, үндемей жүріп мұғалім ағамды көндірген. Ағаның тіпті көшетін ойында болған жоқ еді. Оның ойын қайдан білесің? Өздері біледі. Жеңгем тамаша адам, бөлек шығатын реті. 3 баласы бар. Ертең бізде бала болса, бәрі шулап жүрмейтін шығар. Бауыржан дұрыс жасады. Ой, ол не ғарқ болады дейсің? Шолпанды айтам, ауылдың сапы етек қыз емес пе? Жұмыста да жасамайды, қалада отырады. Көресің. Осы сен неге Шолпанға өштесесің? Ол саған не істеді? Ол да сен секілді мұғалім. Мектепте де жұмыс істеді емес пе? Баласы өссе жасайды. Сен де кейін кішкентайымыз болса үйде отырмайсың ба? Онда не тұр? Айнагүлге әңгіменің аужай ұнаматта жазып отырған қағазын жаба салды. Кейін үй алатын кезде тағы да көмектесемін. Заманның қиын болып тұрғанын өзің білесің. Иә, алғанымызға да кешіктірмегенсін, ауылда айналып қалдық. Өзіме мектептен жұмыс таптым. Қалғанын көре жатармыз, әке, деп әкесінің берген ақшасын алып қуанды Бауыржан. Бауыржан әкесінің айтқан сөзін оқтай етіп, өз ойынан айнымайтын тікелегін, бір сөзділігін көріп риза болатын. Әйелі қанша билеп төстегенімен Тоқтарханның мысы басып, отбасына қатысты шешімді өзі шығаратын. Олар қалаға көшіп келді. Сол баяғы пәтер жалдады. Жалғыз басты орыс кемпірдің ауласындағы қоржын тамын паналады. Өзі арал жақын орысшасы келіскен ауыл қызына орыс әжейдің бабын табу қиынға соқпады. Бірінің ішінен біріне кіретін құтты үйді кектеп, тазалап, әп-сәтте жинап алып қойды. Оның таза әрі жинақылығын Таня әжейге ұнап қалды. Кейде жалғыз адам ғой деп өздеріне әзер жетіп отырса да кемпірді асқа шақыратын. Қолы босаса әжейдің үйін де жуып, жинап беретін. Өзіне бұлай ешкімнің қамқорлығын көрмей, әжей балаларына бер деп, қысқа деп жапқан салат қиярларын әкеп беретін. Әйтеуір қоңыр тіршілік кетіп
Жүріп жатты. Бауыржанның айлығы уақытылы түспей кейде жинап беретін. Әйтеуір бұрынғыша айлық орнына тамақ алатын кездер артта қалды. Бірдеңе етіп күндерін көріп жатыр. Еттен кенде болмайды. Әкесі мал сойып беріп жіберіп тұратын. Арасында әжелерін алдырады. Онымен ауылға үйренген жан қалаға үйрене қойсын ба? Көп ұзамай кетіп қалатын. Арада 2 жыл өтті. Жан арыз 7-ге толды. Мектеп табалдырығын аттады. Өзімен барып келетін болады деп Бауыржан алыстау болса да оның өзінің мектебіне берді. Үйге келсе оның сабағын оқытып ерекше жақсы көретін. Олар үйде жоқты 2 қызбен үйде қалатын. Шолпан да қарап отырмай үйден бәріш жасап сататын. Қыздарды Таня әжейдің үйіне қалдыратын. Өзі сатып келетін. Әйтеуір қиын кездерден өтіп жатты. Шолпан ауысқан ақшаны өзі болса да жинай берді. Бір жерден жер үй көрдім. Шолпан жұмыстас жігіт сатпақшы. Ескі үй дегенмен жоқтан жақсы ғой. Көрсеңшен сөйлесіп, ақшасын бөліп бәйтеуір берсек те не дер екен? Иә, көрдім сұрап, ең болмаса жарты ақшасын төлеп қой деп еді. Олардың үй іздеп жүргендерін естіген Таняның көңілі түсті. Мен ақшадан бұрын жаныма серік болар адам іздеп жүрмін ғой. Әзірше тұра тұрыңдар. Менің балаларым Ресейде көшіп кетті. Мен Қазақстанды қимай жүрмін ғой, сендерге бауыр басып қалдым. Мына балаларда серік маған. Ақшаларыңды жинай тұрыңдар. Қаласандар ақша төлемей тұрыңдар деп дәйек болды. Бауыржан да қазір кететін шамасының жоғын біліп тұр. Әкесіне барып сөйлесіп көріп еді. Әзір сататын малдың реті жоғын айтты. Басы салбырай үйге келген ол: Шолпан, үй ала алмаймыз. Сенгенім әкем еді. Әзір сатуға жарайтын мал жоқ деп тұр. Бір реті болар, қамықпа. Басымыз жаз. Үйде басқа да бола жатар. Екеуі неге көнбей жатыр? Таня апайдың қалағанындай олар 3-ші жыл қыстады. Балаусаны мектепке берді. Балдәуренді бақшаға апарған Шолпан мектепке жұмысқа шықты. Бір күні Таня әжей ауырды. Ауруханаға жатып шықты. Дегенмен жасы келген кісі оңалмады. Шолпанға жұмысымен қоса енді әжейдің күтімі қосылды. Ақыры жағдайы ауырлағасын Шолпан 2 үйдің ортасын жол қылды. Кейде көтеріп жатқызу үшін көмекке Бауыржанды шақыратын. Ауырған сәтінде Ресейдегі балаларына хабар беріп еді, олар келмеді. Ақыры 4 ай төсек тартып жатып әжей дүниелік болды. Кетерінде Шолпан мен Бауыржанға риза екендіктерін айтып үйін қалдырды. Бауыржан, балам, мен қазір жақсы болып тұрғанда үйге нотариус алдыр. Мен үйді түгел сатқан секілді қылып аттарыңа аударып беремін. Сыйға тартқандай жасамайық. Кейін ол қызым келіп даулауы мүмкін. Оныңыз не, балаларыңызға қалдырыңыз? Жоқ, мен қаншама қиындықпен балаларымды жеткіздім. Күйеуден ерте қалдым, бірақ балаларым қайырымсыз болып шықты. Қанша жылда бір іздеп келмеді. Балаларымнан көрмеген жақсылықты Шолпан екеуін көрсеттіңдер. Адал болдыңдар. Дастархандарыңның төрінен орын беріп, астарыңа дейін алдыма тостыңдар. Солайша Таня әжей кеткен соң, үй зан жүзінде Шолпандарға қалды. Қиын қыстау, ақшанда бірде бар, бірде жоқ кезі. Әйтеуір әжейден қалған үй оларға көп көмек болды. Балалар да өсіп, уақыт жылжи берді. Жазғы демалыс келіп жетті. Олар Оралған қыдырып барды. Бұрынғы ауылда ешкім жоқ. Олар қаладан кері қайтатын. Әйтеуір Мейрамбектің қазіргі өміріне Шолпан хабарсыз. Тіпті қанша уақыт өткен соң сіңлісінен де сұрақ қоя алатын. Арада зырғып 4 жыл өтті. Жан арыс 6-ға көшті. Бауыржан жаз бойы бұрын өздері жалдап тұрған қоржын тамды қырып тастап үй салып бастады. Тірліктері жалғасып жатыр. Көңілдері тоқ, жағдайлары да жақсарып қалды. Заман да реттеліп, бір арнаға түскен шақ. Бірде енесі мен атасы ауылға келді. Бұйымтаймен келіпті. Ерлер сыртқа шығып кеткенінде оңашада. Шолпан, өзің білесің, Айнагүлдің кішкентай болмады. Бала асырағысы келеді. Бөтен адам емессің. Ұл болсын, қыз болсын, босанып берсең, қалай қарайсың? Апа, төтеден айттыңыз. Бұндай нәрсені ойланмаппын да. Негізі бала беру дегенге қарсымын. Басқа, бірақ бала беру қиынның қиыны ғой. Сен осылай енді 2 бауырды айырмас етті. Айырып не істеп жатырмын? Ойымды айттым. Бауыржанда қарсы болады. Бала беру оңай шаруа ма? Енесі қабағы түйіліп ауылына ашулы кетті. Болған жайды Бауыржанға айтып еді. Ой, апамды қатырады. Бала беру қиын ғой. Емделсін, жас қой. Болмаса балалар үйінен алмай ма? Соны түсінбедім. Апам ренжіп кетті. Олардың күндері өте берді. Балалары өсіп жатыр. Зырлаған жүрдек пойыздай уақыт тоқтаусыз өте берді. Жан арысты мектеп бітірді.
жоғары оқу орнына экономика факультетіне оқуға түсті. Қыздар оқушы. Бұл күнде Бауыржан өзі жұмыс жасайтын мектепте директор. Жағдайлары түзеліп, 2 үй салды. Олардың үй салып, жағдайларын түзелгеніне Айнагүл қапаланып, қалаға көшеміз деп қиғылықты салады. Келіннің кесірін көріп шаршаған Нұрдана баласына қоңырау шалып: Бауыржан, ана ауылды келінмен сендерге жіберем. Ауылда ғана үйің бос тұр ғой, сол үйге тұрсын. Мені шаршатты мынау. Келін болып рахатын көріп отырғаным жоқ. Әкең әжең кеткелі де әкең екеуміз өзімізбен өзіміз отыра береміз. Ана келінмен баланың жыры бітпеді. Жандарың алыңдар. Неге, не болып қалды? Қалаға тұрамын, ешкімнен кем емеспін деп шалқалақтап жатыр. Барып тұрып көрсін, кейін көрерміз. Бала асырап алыңдар деп едім, бала керек емес дейді. Кішкентайлы болса аралары түзелеме деген ой ғой менікі. Келсін енді, тұрса тұрсын. Ауылдан келген інісімен келіні қаладан да байыз таппады. Сол баяғы реніш пен дау бітпеді. Айнагүлді Бауыржан өз мектебіне мұғалім етіп тұрғызды. Оңашада інісі бергі ағасына: аға, мен шаршадым. Я балам жоқ, я тыныш өмір жоқ, бітпейтін жыр. Мен мына елден қалай құтылам, айтшы, деп ішіп келіп жылады келіп. Енім-ау, бала болмаса сынақ шығар. Сынақ емес, алғаш рет көтергенде салпы етек әйелдерше отырмаймын, бала басты болып деп алдыртып тастады. Біреуін маған айтып істесе, біреуін маған айтпай жасатыпты. Кейін естідім, ажырасқым келеді. Өзің біл, мен не дей аламын? Өз өмірің. Дегенмен сауылғаныңда сөйлескеніміз дұрыс. Ондай ойың болса, әуелде айтпадың ба? Бірақ берік ажыраса алмады. Олар тұрып жатты, Шолпан да Айнагүлдің қылықтарына мән бермейтін болды. 3 мезгіл дайын тамаққа келіп кетіп, олар да жүре берді. Іштей ажын аяп қалатын. Алданатын баласы да жоқ деп бір кездері бала туып бермегенде ойлап қояды. Ақыры араларының қиюы қашқан, олар қалада да тұрып қарқ болмады. 2-ші жыл дегенде ажырасып тынды. Ол кезде Жанар 3-ші курсқа өтті. Балауса 2-ші курста, Балдәурен мектепте. Берік ауылына кетті. Сөйтіп жүргенде бір күні Бауыржанның үстінен арыз түсіпті. Мектепке тексеріс келді. Қайта тексеруден көз ашпай, ақыры оны орнынан кетіріп тынды. Кейін білгенде бәрінің артында Айнагүл тұр екен. Бауыржан қанша елемеуге тырысқанмен сөгіспен жұмыстан кетіп, қатты күйзелді. Мектептен кетіп, ақыры ел құсап, жеке кәсіп бет бұрды. Ақша салып, жанына Жанарысты ертіп, ұлының нұсқауымен шағын кафе ашты. Жанарыс ештеңеден жүрексінбейтін батыл ет, әкесіне кәнігі кәсіпкершілігіне ақыл кеңес беретін. Ақыры кафелері енді жүріп, табыс әкеле бастағанда, Бауыржан аяқ асты жүректі алмас ұстап жүріп кетті. Өзінің қатерін алдын ала сезгендей бірде: Шолпан, менің ұлым ақыл есті, қарындастарына қамқор. Мен оны мақтан тұтамын. Танымал кәсіпкер болады. Менің ондай іске қырым жоқ қой, білесің. 45 минут сабағымды беріп жүргенім болмаса басқаны қатырмаймын. Мен ана кәсіпті неге ашқанымды білесің бе? Жоқ, баюды көздеді дейсің бе? Олай-бұлай боп кетсем, жалғыз ұлымның мойнына ауыр жүк түспесін дегенім ғой. Қой, қайдағын айтпашы. Олай-бұлай несі? Сезем, сырқатым бар секілді. Онда қарал. Шолпан шошып кетті. Қаралып жүрмін, маған неге айтпадың? Уайымдайтыныңды білем ғой. Жанарыстың көп қабілеті бар. Мен тірі тұрғанда бір жөнге қойып алса деген тілегім еді. Жақында университет бітіреді. Дайын кәсібі болса, ары қарай дөңгелене бермей ме? Оның жақсы азамат болып қалыптасуға алдымен сенің еңбегің. Я, саған ризамын. Барда да, жоқта да жанымда болдың. Мойымадың, адалдығыңнан танбадың. Екінші өмір берсе, қайтадан сені жарым етерем. Сені өмір бойы сүйдім. Жаным, мен де сені сүйем. Мен де сені 100 рет таңдарем. Сенің жаның тазалығы мен кеңдігіңе басым дейм. Бір қынжылатыным, саған өз кіндігінен ұл туып бере алмадым. Олай деме. Менің Жанарысым бар. Оны біреудің 10 ұлына айырбастамаймын. Ол менің ұлым. Менің қанымнан жаралмаса да жанымнан жаралды. Ту, Баука, сен де бір ел жүреттің ғой. Қазақтар өзі сондаймыз. Ашылып жан сырымызды айта бермейміз. Бүгін бір кеуің ағытылды. Жиі ағытылсаңшы, ертең емханаға қайта барайық. Бірақ олардың алған ем болмады ма? Әйтеуір Бауыржан көп ұзамай көз жұмды. Қайғы арқалап артында аңырап қалған Шолпан көпке дейін есін жинай алмады. Жанына жалау болған Жанарысы қарындастарына қамқор болып, анасына да қарап, бар ауыртпалықты көтере білді.
дипломын алғанымен шаруасын жүргізіп, әкесі бастап берген кәсіпті жүргізе берді. Уақыт жылжып жатыр. Баласының қазасынан кейін атасы о дүниелік болды. Енесінде қауқар кетіп шаршаған соң Шолпан оны жандарын алдырды. Ал қайнанысы екінші рет үйленді. Қара шаңырақты елі кетті. Шолпан қайтсем балаларымды жеткізем, аяқтандырам деп барын салды. Қыздары кезек-кезек оқу бітірді. Енесі баласының қазасынан кейін оңала алмады, жылай береді. Шолпан оны қаратпақ болып, апа сізді емделу орталығына демалуға жіберсек қалай қарайсыз? Ой қарағым-ау, емді қайтейін. Жанымда қазір алса да ризамын. Не күнім қалды дейсің? Шалым барды шалқып, өмірі солай тұра беретіндей шалқыппын. Енді міне ешкімге керексіз болып отырмын. Олай демеңіз, сіз маған немерелеріңізге керексіз. Саған деген көрсетпегенімді көрсеттім. Апа, мен олардың барлығын да ұмыттым, кеттім, болды. Қозғап қайтесіз. Сіз менің екінші анамсыз, бауыр жанымның анасысыз. Мен сізге жастықпен өкпелеп жүріппін. Қазір ешқандай ренішім жоқ. Есейе келе бәрін де түсінгенмін. Қызым, өмірде көп нәрсенің қадірін кеш біліп жатамыз, адамның да. Арада уақыт өте берді. Шолпан Жанарысын үйлендіріп, балаусасын ұзатты, бал дәуренін оқытты. Немере жиенді де болды. Жанарысы жұмысында, айналасы реттеліп қалды. Енесі қолында, шөберелі болып, қуанышы өз алдына. Шөбере келінін еркелетіп, соларының қызығына тоймай отыр. Өз жұмысына барып келіп жүр, көңілі тоқ. Күйеуінің ерте кеткені болмаса жаны тыныш, тағдырдың басына салғанына көніп те кетті. Уақыт өте берді, желіннің де белің алаң шығып уақыты. Мектеп бітіргендеріне 30 жыл толуына орай бас қосу өтетін болды. Кластастары топ ашып, Шолпанды қосыпты, бәрі хал сұрасып шуласты. Араларында Мейрамбек те бар еді. Бірақ жекеге қанша жазғанымен Шолпан оған тіл қатпады. Қоңырау шалса да сөйлеспеді. Бірақ ауылына кездесуге барамын деп шешті. Не дегенмен бала шақтарының куәсі, кластастарын көргісі келіп тұр. Ол жолға жиналды, жанына балдәуренін ертіп алды. Нағашыларыма барып оралды, көріп келетін болдым деп ол қатты қуанды. Анашым ауылыңа барып бізді ұмытып кетпе деді Жанарыста. Ол қызы екеуі пойызға отырды. Жол бойы өткен шағын ойлаумен келе жатыр. Тағдыр деген қызық-ау дейді іштей. Қарап отырса уақыт демде өте шығыпты, кеше ғана сияқты еді. Олар Оралға да жетті, анасына барды, бауырларын көрді. Балдәурен қалада қыдыруға қалып ауылға ол өзі кетті. Туған жерін сағынып қалыпты. Сонау балалығын есіне алды. Қатал әкенің қабағын бағып өскен есінде. Мектеп кезінде қыз болып қыдыруға шығып көрмеген есінде. Мектептегі шаралар кешкі мезгілде болса, оған Шолпанның бармайтын бәрі білетін. Жастау күнінде сол үшін анасына ренжитін. Бірақ балалық еді. Кейін өкпесі тарқап, анасын түсініп кетті. Ауылына да жетті. Бала кезінде ауылдың іргесінде шалқып жатқан өзен ауылдан алыста кеткенде 30 жыл бұрынғы үйлер де өзгерген. Шағаладай көше бойында тізілген әппақ үйлер ауылға сән беріп тұр. Ол кластасы ұл баланың үйіне түсті. Көптен көріспеген құрбыларының құшақтары айыққаса кетті. Аулаға сәкіге ет дайындап, самаурынға шай қайнатып қойыпты. Шолпан-ау, түк те өзгермепсің. Сен де... Ғабит қайда? Ол жұмыста қазір келеді. Ауылдың жігітіне шығып, сен жоқ соқтың ғой, міне қарашы. Айтпа, бұйырған кетпейді деген олды. Ақыры қыр соңымнан қалмай жүріп алды ғой. Несі бар? Ғабиттей жігіт көпке арман. Мейрамбекті естідің бе? Нені? Ол туралы мүлде хабарым жоқ. Мейрамбектің өмірі болмаған ғой. Ұзын сонар тарих хикая дерсің. Сен күйеуге шыққан соң ол оқуды тастап кетті. Анасына өкпелеп бірнеше жыл үйіне бармады. Ішті, кейін ағашыларына жағындай төр жүрді. Жасы 30-ға таяғанда балалы келіншекке үйленді. Одан ұлды қызды болды деп естідік. Кейін ауылға ат ізін салмады. Осы күні білуімше отбасы жоқ секілді. Анасы баласының обалына қалды деп ел сендерді әлі айтады. Сенің анаң көшіп кеткен соң сен жайлы ауылдың хабары жоқ. Ертең көрсе бәрі таңырқайтын болды. Тағдырдың жазуы да болар іс болды. Өткеніме өкпем жоқ. Мен оны баяғыда кешіріп, өзіммен босатқанмын. Кластастар мектепке жиналды. Ақар-шақар болып олар шуласты, бәрі мәз, бәрі жұбайларымен, күйеулерімен келді. Тек дара келген Мейрамбек пен Шолпан еді. Үнсіз ғана бас изесіп амандасқаннан араспады.
Мейрамбек басын төмен салып жас балаша ұялды. Оның сонау жігіт шағындағы бейнесі Шолпанның көз алдына келе кетті. Қалай сүйді десеңші, екеуі бір-біріне ынтық болып талай таңда тұрымен отырушы еді. Алға қойған мақсаттары да бір ретін. Шолпанды бір сәт көңілсіз, түсініксіз бір күй шарпып өтті. Аяды ма, есіне өткені түсті ме, екеуінің жанарлары түйісіп қала берді. Өзгелер у-шу болып бірімен бірі шуласа, кейбіреулер екі-екіден жарылып жағдайы сұрасып жатты. Шолпан да Мейрамбек те бір-бірінен іштей көзбен ғана сөйлесіп тұрғандай еді. Шолпан, сен түк те өзгермепсің, сол сұлу қалпың, дейді Қуат. Мектепте сабақты қатты оқушы едің ғой, бәрімізге есеп көшіртуге беретінсің. Достардың әзіл қалжыңы бітпісін бе? Сағынысқан кластастар көңілді. Кездесу кешке мейрамханада жалғасты. Көңілді кеш қызып жатыр. Бір сағаттай уақыт өткенде ащы судан ұрттаған Мейрамбек бар батылдығын жинап Шолпанның жанына келді. Миша, келсеңші. Ол жанына шақырған Мұратқа да қарамады. Тура Шолпанның қасына кеп жайғасты. Бірге биледі. Өткеннен хабардар жан жағындағылардың бәріне де олардың жан дүниесін ұққандай елемеуге, көрмеуге тырысқандай. Ешкім қалжыңға қосып, болмаса сөзбен шымшыламады. Керісінше сөйлессін дегендей, ешкім мән бермеді. Көңілді кеш болды. Би де биленді, ән де айтылды. Қайтар жолда олар жаяулап, сонау мектеп бітірген кездендегілер ауыр сыртындағы өзен жағасына келді. Сөз бастауға шебер Тұрысбек. Достар, қатты толқып тұрмын. Талай суына шомылып, құмына аунап өскен туған жерге табан тіреп, кешеден қуанып жүрмін. Естеріңде ме? Осы жерде мектеп бітірген күні армандарымыз бен мақсаттарымызды ортаға салғанбыз. Өмір деген тез-ақ өте шығады екен, десе ғани. Барлығымды көргеніме қуаныштымын. Ауылға сонау Алматы, Қызылорда, Астана жақтан келіп жатқан достарымызды көріп жатырмыз. Қайда жүрсек те жанымыз бір. Әрбірің мен үшін ыстықсыңдар, дейді тебірене. Шетте тұрған Мейрамбек пен Шолпан ауылға қарай ағылған кластастарына ермей қалып қойды. Екеуінде бір-біріне айтарлар бар. Айнала тып-тыныш, өзен суы өте баяу ағып жатыр. Түнгі тоғайдың тыныштығы бұзып тұрған ызыңы ғана естіледі. Өзеннен жеңіл салқын самал есіп тұр. Үнсіздікті бұзып, Шолпан, саған айтарым өте көп. Кешір. Мені кешір, мен бір жола болмаған пендемін. Сені сүйгенім үшін жазықты болған жанмын. Бұғанам, қатпаған бозбала шағымдар ермінез танытып әлемге қарсы тұра алмаған жанмын. Махаббатын қорғай алмас, қос бірдей қымбатынан айырылған жанмын. 30 жылда сендерді ойламаған күнім жоқ. Мейрамбек, өткен өтті. 30 жыл аз уақыт емес. Сен де мені кешір. Менің саған деген өкпем жоқ. Басымызға берілген Алланың сынағы шығар. Сені баяғыда босатқанмын. Менің ұлым қайда? Есімін кім қойдыңдар? Шолпанның жүрегі шым етті. Мейрамбек ұлым дегенде Бауыржанға опастық жасағандай ыршып түсті. Жанарыс оқыды, тоқыды, үйленді, баласы бар Қызылордада. Бауыржан менің жасамағамды жасай алған жігіт. Оған өмірімнің соңына дейін қарыздармын. Иә, Бауыржан жақсы әке, жақсы жары бола білді. Жанарысқа туғандай қарады. Шолпан екеуі үнсіз қалды. Шолпан, мен қазір жалғызбын. Естуімше сен де жалғыз секілдісің. Енді қалған шағымызда бірге болсақ қайтеді? Жоқ, бұнымыз дұрыс емес. Мен Бауыржанның отын өшірмеймін. Өле-өлгенімше адал болып өтем, деп өзіме серт еткенмін. Қол қалап буынсыз жерге пышақ ұрма. Өтері өтті. Енді оның не керегі бар? Мен ендігі жердегі бақытымды балаларымнан табатын, немере сүйіп, ұл-қыздың тілеуін тілеп, адал жарымның ошағын бұзбай отыруды ғана ойлаған жанмын. Саған ренішім жоқ. Мен сені баяғыда кешіргем. Сен де сүйт. Бұл тағдыр. Мейрамбек бәрін де түсінді. Үнсіз ғана басын изеді. Жан ауырса да Шолпанға жан сырын ақтарып бір босап қалғандай. Ең болмаса соңғы рет сонау бозбала күйімдегі шарып салуға рұқсат ет. Әрине, жол ұзарсын дегендей Мейрамбек асықпай аяңдап келе жатыр. Өткен қызықтарында еске алады. Екеуі ұл баланың үйіне де жетті. Мейрамбек Шолпанға қолын созды. Ұсынған қолды өзіне қарай тартып, ақырын ғана Шолпанның маңдайынан сүйіп, қимады білем. Аман жүр жаным, қоштасқым келмейді. Қош бол. Сен менің өмірлік жалғыз, баянсыз махаббатым болып қала бермексің. Қош. Ал, әңгіме ұнады ма?
ұнаған болса лайк басып пікір қалдыра кетсеңіздер.